ұн мен қант ұнтағын жақсылап біріктіреміз, араластырып. Холодильниктен алынған 100 грамм сары майды турап-турап қолмен мыжғылаймыз. Құмды қамыр жасау үшін 3 дана жұмыртқаның сарысы жақсылап араластырып біріктіреміз бәрін. Мінекей осындай қамыр дайын болды. 30 минут холодильникке қойып қоямыз. 1 құты вареная сгущенка, 1 дана жұмыртқаның ағы және 100 грамм осындай орех. Қамыр жаямыз жақсылап, жабыспайтындай. Формаға мен сары майды жақтым да морозильникке 5-10 минутқа қойып алдым, сонда жабыспайды піскеннен кейін. Бетіне аздап қана қамырын алып қалып, осылай сәндесеңіздер болады. 180 градуста қызарғанша пісіреміз 20-30 минуттай. Бетіне қант ұнтағын себеміз. Ас болсын, дайын. Өте дәмді, ауызда еритін тәтті бұл. Дәмін айтып жеткізе алмаймын енді. Керемет. Жасап көріңіздер. Сосын бөлісіңіздер.